Good afternoon, dear children. Good afternoon, teacher. How are you today? I'm fine, thank you, and you? Okay, sit down. What date is it today? Today is 10th of January. Okay, who is absent today? All are present. Thank you. Қазір бәрімізде ұялы телефон бар өзімізде, солай ма? Сендер өздерің қай байланыста ұстанасыңдар? Соны келіп мына жерден таңдап алыңдар. Кел ойда. Жақсы. Так, актив байланыстағы оқушыларымыз да келеміз. Актив байланыс ұстанатындар. Қай элементке келеміз? Билайн байланыстағы F элементке келеміз. Билайн байланыстағы F элементке келеміз. Далаком D элементке барамыз. Далаком. А телеграм сендердің элементтерінің жинақтығы S элементтерде телеграм бар. Жақсы. Видео көреміз. Вот так выглядит таблица Менделеева, которую сегодня можно купить в обычном магазине. В 7-м периоде зияют дыры. Теперь все это придется перепечатывать в 113, 115, 117 и 118 элементы, официально открытые и получили название. 3 из них, 115-й Московий, 117-й Тунисин и 118-й Аганисон, признаны открытиями ученых из Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Именно его лаборатория признанный мировой лидер по заполнению таблицы Менделеева. В Центральном доме ученых Российской академии наук своего рода инаугурация новых элементов по традиции она проводится всегда, когда им присваиваются названия, так же как новорожденным даются имена. Периодической таблицы. Носит название Московина, 117-й элемент носит название Тунисин и 118-й элемент. Демек, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не деп ойлайсыңдар? Периодтық химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылысы және сабаққа тақтаға назар аударыңдар. Сабақтың тақырыбы химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы. Бүгінгі оқу мақсатымыз 8-1-1 топ период атом нөмірінің физикалық мағынасын түсіндіру. Периодтық деген сөзді қалай түсінесіңдер? Периодтық деген біздің күнделікті өмірде қайталанатын құбылыстар бар ма периодтық түрде? Мысалға, есімде Жыл мезгілдері, қыс, жаз, көктем, күз. Бір-бірімен ауысып өте жақсы. Тағы да не бар? Күн мен түннің алмасып отыруы. Күн мен түннен алмасып. Енді сіздерге химия пәні ағылшын тілінде жүргізілетін болады. Сондықтан күнделікті сабаққа қолданатын сөздерді ағылшын тілінде жаттап, оны сөздік дәптерімізге жазып жүреміз. Тақтаға назар аударамыз. Мен қазақшасы айтамын, сендер оның ағылшын тілінде қалай айтылады. Соны хормен бәріміз бірге айтамыз. Солай ма? Жарайды. Ендеше атомдық нөмірі. Atomic number. Жақсы. Таңбасы. Symbol. Атомдық салмағы. Atomic mass. Atomic mass. Солай ма? Қайталаймыз. Атомдық салмағы. Atomic mass. Element. Периодтық кесте. Periodic table. Топтар. Groups. Период. Period. Бірақ қазір осы Менделеев жасаған тақтадағы кесте мен сендердің алдарында мынау оның жаңаша нұсқасы. Екеуінің айырмашылығы бар ма? Демек, мына жерде бұны қысқа периодты деді, мынау жаңа нұсқасында оны не деді? Ұзын периодты деп атайды екен. Енді қазір Джигсо әдісі бойынша тақырыпты меңгеріп бір-біріне түсіндіресіздер. Демек, периодтық кесте бойынша период, топ, нөмірі, атомдық салмағы, протон, нейтрон осылай түсініктермен танысасыңдар.
Орындарына түсіру, бір-біріне түсіре береді. Сен орындарына түсінеміз. Период дегеніміз не? Период, топ. Түсіндіріп беріңіздерші. Период дегеніміз не? S элементтің тобынан топ башы. Сілтелек металдан басталып, инертті газбен аяқталатын элементтер тобы. Олар жетіге бөлінеді. Бірінші, екінші, үшінші олар кіші периодтар болып есептеледі. Ал төртінші, бесінші, алтыншы үлкен периодтар болып есептеледі. Так, толықтыратындар бар ма таңдар? Периодтар дегеніміз қандай бағытта? Горизонталь бағытта ма, жоқ? Вертикаль бағытта ма? Горизонталь бағытта. Не өшкен сәліне болып қалды. Жақсы, келесі топ түсіндіріп жіберіңіздер. Қанша топ бар? Келесі пи элементтер. Бұл топ, бұл 8 топқа бөлінеді, және де бұл топтар вертикаль орналасқан элементтерді білдіреді. Менделеев кестесінде 8 топ бар, ол екіге бөлінеді, негізгі және қосымша. Негізгі топқа 1 және 7 аралығындағы элементтер жатады, қосымша топқа 8 топтағы элементтер жатады. Негізгі топқа А бағанасының астындағы, иә, бер қараймыз. Негізгі топқа 1 топ, 2 топқа бөлінеді. Бірінші негізгі топша, бірінші негізгі топша және бірінші қосымша топша. Екінші негізгі топша және қосымша топша. Негізгі топша және қосымша топша. Алдарындағы қазіргі нұсқасын қарасаңдар, периодтық жүйесінің қазіргі нұсқасын қарасаңдар, қараңдар. Бірінші А топшасы бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші А топшалар берілген. Ал Б топшасы міне ортасында көк түспен элементтер берген. Солай ма? Өзінің периодымен. Жақсы. Тақтаға қараймыз. Кестеге қарап, келесі элементтерді S, P, D, F элементтерді бөліп жазамыз. Жазыңыздар. Литий, фосфор, мыс, күміс, кремний, неон, барий, кальций, қорғасын, антан, метилелий, галлий, бор. Осы элементтер сіздер қазір S, P, D, F элементтеріне бөліп жазайық. Бұның ішінде S элементтер, S топшағы элементтер, осыны тек өздеріне қас элементтер жазасыздар. Мынау Билайн S элементтер, тек осының ішінен S элементтер тауып жазасыздар. Келесі D элементтер, осының ішінен D элементтер тауып жазасыздар. Сіздер мына берген элементтің ішінен тек қана F элементтер тауып жазасыздар. Тапсырмасыңыз ма? Жақсы. S элементтер өздерінің элементтерін табыңдар ма? Қандай элементтер екен? Бәрі біріміз айта қояйық. Мына кім? Күлсен? Литий, барий, калий. Литий, барий, калий қандай элементтерге жатады? S элементтерге жатады. Жақсы, отыра қой. Келесі. Пи элементтерге табыңдаршы элементтерді. Фосфор, кремний, неон, қорғасын және бор. Бұл элементтерге жатады. Өте жақсы. Сізде таптыңыз ма элементтерді? Қандай элементтер жатады сізге? Метилелий жатады. Жақсы. Келесі. Мыс және алтын жатады. Өте жақсы. Енді балалар, бәріміз топтар бір-бірімізді бағалап өтейік осы жұмыс бойынша. Бірінші S элементтер.
жасыл қатқан болса элементін сендер жасыл светофор әдісі бойынша нетесіңдер. Сендерді басқа 3 топ бағалайды. Кәне бірінші S топ бағалап жүрейші. Түгел таптың ба элементті? Түгел болды ма? Жақсы. Келесі. П элементтер. П элементтердің жұмысын бағалап жіберейік. Жақсы. Барлық элементтерін тапқан екен. Жақсы. Келесі F элементтер. Бәрі жұмыс тапты ма? Бағалап жіберейік. Жақсы. Келесі. Мына кім? D элементтер. Дұрыс тапты ма элементтер? Өте жақсы. Келесі кезеңіміз балалар. Химиялық экстрасенс дейміз ба, химиялық магия деп атайды. Мен сіздерге қазір мынау химиялық элементтерді таратамын. Осы бойынша сіздер ол элементтің кім? Ол қандай элемент жазылып тұр мына жерде? Маған оның атын, қасиетін және периодтық кестедегі орнын тауып бересіздер. Түсінікті ғой? Ал ендеше сәттілік көріпкелдерге. Açmayınız kartlarımızda. Kaneki, bu endi jeke жұмыс, ya? Әркімнің жеке жұмысы. Так, ашамыз. Карталарыңызды ашыңыздар. Карталарыңызды ашыңыздар. Қандай элемент түсі сіздерге? Қандай элемент түсті? Кімге қандай элемент түсті? Оның қандай қасиеті бар? Осы бала, сіздер маған 3 тілде айтып бересіздер. Қазақша, ағылшынша және орысша. Жақсы. Сіздерге дайындыққа 1 минут уақыт беремін. Үлгересің кластың соңына дейін. Балалар бұл жеке жұмыс болғандықтан, мына периодтық кестеге келіп, қолдарындағы картаны әкелесіздер. Оның ішіндегі элементті табасыздар. Атомдық нөмірі, протон, нейтрон санын көрсетесіздер. Қай периодта, қай топта, қай топшада орналасқан толық мағлұмат бересіздер. Жақсы, кім дайын? Келе қоясың. Қандай карта келген бе? It's a silver. Silver is the best conductor of electricity of all the metals. Серебро самый хороший проводник металлов из всех других. Күміс әлемдегі ең жақсы тоқ өткізетін металл болып саналады. Оның ол 5-ші периодта, оның 7-ші қатарда 1-ші топта орналасқан. Оның реттік нөмірі 47 және атомдық массасы 8 грамм. Қай топта? Негізгі топша ма, қосымша топша ма? Қосымша топшада орналасқан. Келесі. Қарау қағаз бойынша келесі есіне Альбина, келе ғой. Бізге картаны көрсетші. Жақсы. Nickel's name means Devil's copper and adds a green color to glass. Имя никеля значит это медиа воля, которая добавляет зеленую цвет к стеклу. Никель аты шайтанымыз деген мағынаны білдіреді және ол шыныға жасылдық береді. Никель 4-ші периодта 8-ші топта орналасқан. Оның реттік нөмірі 28, атомдық массасы 58,70. Тең. Негізгі ма, қосымша топша ма? Қосымша топша. Металл ма, бейметалл ма? Металл. Я? Металл. Жақсы. Mercury was created at an environment after the University of California, Berkeley. Меркуризм был создан на основе в честь Калифорнийского университета Беркли. Калифорния университетінің Беркли атынан аталған.
солай ма? Тақтада тұр 10 сұрақ. Осы 10 сұраққа сіздермен оқимын. Дұрыс болса true, жалған болса false. Жауап беріңіздер. Жақсы. 1. The periodic law was opened in 1870. Тез орып тапсырмаларын орындаймыз. Ол жерде 10 тапсырма беріледі. Шын немесе жалған. True, false. 1. The periodic law was opened in 1870. Two. Horizontal rows are colored periods. Horizontal rows are colored periods. 3. Sarva is a metal. Four. There are 10 groups in the periodic table. There are 10 groups in the periodic table. 1 false, 2 true, 3 false, 4 false, 5 true, 6 true, 7 true, 8 true, 9 true, 10 false. Тексеріп қалыңдар. Тақтаға қараймыз, үй жұмысы. Тақтада сіздерге сілтеме берген, осы сілтемені үйден көріп, видеосын эссе жазып келесіздер. Осы бейнебаян бойынша. Бұл сілтемені мен сіздерге сыныптың чатына жіберемін. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Иә, ұнаса сіздерге жасыл, орташа болса сары, балалар ешқандай керек жоқ. Ал не болса, ұнамаса қызыл нені көрсетеміз. Қызыл. Сіздерге барлықтарына бүгінгі сабақ өте жақсы ұнатты. Тағы енді жақсы отыра қоя салыңдар. Сөз. Бүгін кім осы сабақ туралы өзінің пікірін білдіреді? Асыл, айта ғой. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Және маған үш тілде өтілген ұнады. Болашақта осылай өтеміз деген үміттемін. Жақсы. Тағы кім айтады? Айта ғой. Бүгінгі сабақ өте қызық болды. Маған үш туған жастар бағдарламасы аясында өткізілген сабақ ұнады. Болашақта да осылай өте кетеміз. Жақсы. Тағы кім өзінің несін білдіреді? Нұрдәулет айта ғой. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Оның топтық жұмыстар, жұптық жұмыстар ұнады. Жақсы. Келесі ендеше аяқтайық. Сіздерге бүгінгі келешекте бұдан да жақсы сабақтар ағылшын үш тілде өткіземіз деген мен үміттемін. Жақсы. See you tomorrow. Келесі ертеңге дейін